қаласында бірегей орталықпыз. Әдет ғұрып және салт дәстүр деген орталықтан келіп отырып, өйткені қазіргі таңда бізде салт дәстүрлеріміз жоғалудың үстінде, және де кірме дәстүр көбейіп кеткен. Сол себептен өзіміздің салт дәстүрімізді атадан бабаға келе жатқан салт дәстүрлерімізді насихаттаймыз. Үйге кірген адам өзі, есіктің өзі иіліп сәлем беріп кіреді, өйткені иіліп кіресіз. Ал енді адалбақан дегеніңіз, үйге кірген адам уже бірінші адалбақанға қарайды. Адалбақанды қарасаңыздар, 3 буыннан тұрады. Керемет. Міне 3 буыннан тұрады. Төбесіне ер кісілер іледі, ортасына әйел кісілер іледі, төменгісіне балалы шаға іледі. Сол кезде үйге кірген кезде егер ер кісінің бас киімі үстіп жоғарыда ілініп тұрса, бұл үйдің егесі әлі тірі дегенді білдірген. Ал егер бас киімді алып қойса, бұл үйде жалғыз басты ана кіреді, сол үшін баса көп деп кірмендер деген. Қандай керемет. Сол үйдің егер аяқ жағында кейбіреулерде бала шағасы болмаған ғой. Сол кезде аяқ жағына адалбақанды қарап, бала шаға туралы сөз қозғалмаған. Өйткені оның көңіліне тиеміз деп ойлаған. Ал енді бесік дейді. Қазіргі таңда көбінесе бесігімізді нағашы жұрт әкеледі дейді. Негізі бесік шегесі жасалатын дүние. Сол себептен бесіктің ағашы демейміз, бесіктің сүйегі деп сөйлейміз. Сол себептен сүйегіңді сатқың келмесе бесікте. Әке жатқан бесікке бала, бала жатқан бесікке немере жату керек. Даже шөпшекке дейін, шөбереге дейін жатса қызу керек. Ал енді ескірген кезде бесіктің үстіне жай ғана май тамызып немесе ағарған тамызып, өртеп күлін бәрін тазалап жинап алып, талдың түбіне апарып көмеді. Өйткені үрім бұтағын қайтып өсіп, өніп, көгеріп жапырақтың, талдың жапырағында жайқалып өссін деген мағынада болған. Сол себептен сүйегімізді сатқымыз келмесе, бесігімізді өзіміз бесіктен басында түзе дегені содан. Өйткені бұл ең бірінші жас сәбенің ең алғашқы отауы болып саналады. Ел боламын сен бесігіңді түзетемін десің. Сіздің директеріңіз өте сирек айтылмайды. Ал енді мынау саукелеге қарап бұрынғы кезде қалың мал берген. Бір саукеленің құны 500 жылқы 500 түйеге дейін барған. Өйткені саукеле қыздың 3 ғұмырлық өмірін көрсетеді деген, және де саукелені қазіргі таңда көбінесе жастарға кигізіп жатыр. Негізінде өсіп өнген әжелер саукелені кигізген, өйткені қызымыз да келешекте өсіп өніп ұрпағы көп болсын деген мағынада өсіп өнген кісілерге кигізген, және ұзатылып бара жатқан қыз табалдырығын, өзінің табалдырығын аттап кетіп бара жатқанда ғана кигізген саукелені. Өмірінде бір-ақ рет кигізуге рұқсат болған. Өйткені қызға саукеле кигізгенде қыз өз үйінде өлдіге салыналған. Ал енді қайын жұртына барғаннан кейін, беті ашылғаннан кейін қызға қайта жан бітті деп өлтірі аруақтарға арнап бізде ас беретініміз содан. Ал енді өлтіріге келетін болсақ, қазіргі кезде көбінесе өлтіріге қошқар малы көрінеді, дәу болады деп өлтіріге қошқар малын салып жібереді бала жағы. Негізінде қошқар малын салмау керек, өйткені қошқар малы көбеймейді, өлтіріге ұрғашы мал сойған дұрыс. Қазіргі кезде белен алып баратқан негізі ырымда апаларымыздың істеп ген ырымдары дұрыс деп ойлаймын, өйткені қазіргі кезде жастардың көбісі үйленіп алады да жаңағы қошқарды өлтіріге таратып жібереді, сөйтеді қыздарымыз көтермей жатады. Сол себепті болдырмас үшін әжелеріміз өлтіріге арнайы жаңағы ұрғашы малды сойғызып отқан, сөйтіп ұрғашы малдан ас беріп отырған жұртқа. Барған кезімізде қызымыз тез өсіп өніп кетсін деген мағынада болған. Ал күйеу балаға не үшін төс шегізген? Төсте тек қана қой малында ғана төс бар, байқасаңыздар. Қой малы жерден шөп жеген кезде екі аяғындағы тізесімен бүгіп, төсінде бүкіл жердегі витаминді жинайды екен. Сол кезде сол витаминдер ер кісіге күйеу балаға беру үшін оның қуатын арттырады екен, бедеулікті жояды екен. Төстің майы жүрекке тимейді, сол себептен негізінде балдарымызға төстің майын жегізіп отырған екен. Ал енді қыз баласының белі тез қатсын, неғылсын деп қыз баласына арнайы құйымшақ жегізіп отырған екен. Ал неге бізге ақсақалдарымызға бас жегізеді дейтін болсаңыздар, баста уже қария кісілердің бойындағы витаминдер жойыла бастағандықтан, баста 13 түрлі адамның бойына керек витаминдер бар екен. Сол 13 түрлі витаминді алып, қарияларымыз қуаттанып жүрсін деген мақсатта басты қарияларға ұстатады екен.